Ауылда ауламаңын тиімді пайдаланып, өз кәсібін жандандырып жатқан жандар жетерлік. Олардың бірі мал бордақылаумен айналысса, енді бірі көкөністің көсегесін көгертіп, бақша дақылдарымен айналысып жатыр. Алталас ауданына қарасты Қызыләуіт ауылының тұрғыны тіпті тың істі бастапты. Қазаққа таңсық кәсіп жаңбыр құртын өсіріп, өз ісін өркендетіп жатқан жанның тыныс тіршілігі жайында тілшіміз Бақытжан Сәбетұлы айтып береді. Қалауын тапса қаржанар, оны іс жүзінде дәлелдеп отырған жанның бірі Серік Алпысбаев. Ол былтыр үкіметтің қайтарымсыз грантына ие болған. Атап айтқанда 1 миллион 200 мың теңгені алып, шылаушын өсіруге ден қойыпты. Қазір ол 300 шаршы метр жерге көңейіп, жауын құртын жіберген. Бұл кәсіппен айналысу үшін қысқа мерзімді оқудан өтіп, сертификат та алып үлгерген. Алдағы уақытта оларға өкіметтік көмек те көрсетілуі әбден мүмкін. Грант бар ғой, соған ұсыныс тастағанбыз. Сол кезде осы биогумусты ол кісілер кәдімгі қолдап, өздері кәдімгі жақсы жағынан қолдап 1 миллион 225 кәдімгі грант берді. Оған да рахмет, ол кәдімгі бізге көмек болды. Кәдімгі елек, біз жаңағы електер алып жатырмыз. Одан кейін жаңағыдай арбалары бар, айыр күрегі бар, көп нәрсе керек қой бізге. Сол нәрсенің бәрі майда шүйделеріміз біз сол арқылы түгендеп алдық. Бүгінде қолданып жүрген химиялық тыңайтқыштар егістік алқапты тез тоздырып жіберуде. Ал одан шығудың басты жолының бірі дәл осы биогумус. Нақтырақ айтқанда жауын құртын пайдаланып отырып, жердің құнарлығын арттыру. Қазір бұл кәсіппен айналысушылардың қатарлары артып келеді дейді ауыл шаруашылық мамандары. Аудан бойынша 8 жеке кәсіпкер аудан тұрғыны биогумус өндірумен айналысуда. Олардың әрқайсысының 250, 300, 400 метр шақырым метрден өндіруде қазіргі таңда. Оған қосымша 2023 жылға осы ағымдағы жылға қосымша 5 және пилоттық ауылдық округтерде қосымша 5 жобалар ұсынып отыр. Органикалық тыңайтқыштарды өндіру бүгінде әрбір ниетті адамға қолжетімді. Тіпті оны кәсіп қылып, дөңгелетіп, мол пайдаға кенелуге болады. Ол үшін тек аула маңында алақандай жер мен ең бастысы ниет болса болғаны.